Айдында келіп, Айдын кеш бүгін радиоға апарды, радио миксі. Бүкіл енді Қазақстан әншілерімен бәріне жақсы араласады. Сәкен Майғазиев, түгел барлығымен жақсы араласады, сырласады, жырласады. Біз енді сол 2000 жылдан бері жақсы араласып, бір-бірімізді бауыр болып табылып өсіп келе жатқан жандардың біріміз. Айдын енді бүгін енді сондай радиода барған кезде радиода қарындасымыз айтады, сіз осы біздің радиоға осыдан бір 17 жыл бұрын келіп кетіпсіз дейді. Сонда бір ойлап тұрсам, бір-бірімізді танитынымызға 20 жылдан асып кеткенде шығар. Біреулер ондайда тіпті өмірді сүрмейтін шығар. Сондықтан досым, сен де аман бол, мына Қатон Қарағайдың атын шығарып, осындай үлкен азаматтың бірі болып жүре бер. Қатты қол шапалақтарыңыз. Ең кішкене көңіл көтеріп, би билеген шоқ қыздарға жеткенше бәрі де осы күтеді. Шоқ қыздар, осы бет қорашты шоқ қыздар, тағы бір әлі өлең жазса, онда шоқ қыздар ұқсамайды, болмайды деген сияқты. Сондықтан енді қолымызға келгенше мына келесі орындалайын деп тұрған әніміз, бұл енді менің бір естуімше мынау Қазақстанда айырылысу жағы да, мысалы шаңырақ, жаңадан құрылған шаңырақтар бар да, айырылысу жағы қатты көбейіп кеткен екен. Сондықтан мынау Шығыс Қазақстанның, Семейдің өңірінен шыққан Оңғар Қабденов деген бауырымыз бар, соның сөзіне жазылған әні, Дінмұхамед бауырымыздың әніне жазылған, Шанхайда тұратын сол бауырымыздың әніне жазылған Неге болай деген әнді шын жүректен арнаймыз. Кішкене ортаға шығып билесеңіздер болады.